сау ақшам. Мына персик талым. Талдарымның бәрі жас талдар. Ең көбі бір 4 жыл болған жария кетсе. Мына абрикос талдарым. Мына персик талым. Мынаған бір 2 жыл болды. Осы жыл бір жақсы. Өскіп кішкентай болып бір 15-тегі үлкен әдейі тәтті персик бердім. Алматы алымыз бүгін шілденің 30-ы, 29-ы. Алматы алымыз гүлдеп жатыр. Қызық. Осындай да болады екен ғой. Жапырағы түсіп алдында сарғайып кетеді. Қайтадан гүлдеп жатыр. Сіздерде сондай болады ма? Мінекей қараңыз, қаншама гүлдеп жатыр. Қызық. Талдардың көбі тастан шыққан, кәдімгі мынау тастан шыққан осындай абрикос талдарым бар. 8. Мынау кішкентай немерем алманың ішіндегінде. Кішкентай өзі. Бірінші класста. Бірінші классқа бармайды. Мынау осы 2-ші жыл мекен. Жел қатты, желден қарайған екен осындай алмаларым түсіп қалды. Осылай түсіп қалмау үшін не жасау керек? Сіздер білесіздер ма? Мынау да алма тал. Бұдан енді біраз өсті, одан алдық. Кішкентай ғана сирень. Мынау абрикосым тоже тастан шыққан. Өзінде бір 10 ба сондай, я 10 шақты айға шығып жатыр. Интересно. Қызық. Талдан шықпай. Жақында ғана кеткен. Осы 2-ші жыл өсіп тұрғаны. Өсіп кішкентай. Содан айға шығып тұр. Қызық. Вишня там, вишня, черешня. Көп тал егіп қойдық. Соның ішінде көкөрік,
сталда да тек осы біреу ма қалған? Да? Жастал бойда болатын жерде, да? Что? Бұйырса ертең. 1-2 жылдан әдейін болып көп беретіндері бар ма? Жақсы гүлдеді негізі осы жылы, да? Көп мезгілде өсіп қой. Қалай істеу керек екен? Мына талда ештеңе қылмайды, ана талда бар. Ана талда қызық әйтеуір. Сол желден түсірмеу керек, қандай несі бар екен? Способ болатын болар, біз білмей жүрген шығармыз. Бәрі өссе, мынаның бәрі кәдімгідей жеміс талдардан орман болатындары бар. Мына жақтардың көп өспей қалған талдарға жылда орнына басқа тал егеміз. Талымыз бар бұйырса. Осылардың бәрі 3-4 жылда ертең бәрі де жеміс беріп тұрады. Қазірдің өзінде аздап беріп тұр. Қандай күшті өзіңнің бақшаң болған. Мынау менің түнгі ханшайымдарым. Бұлар тағы да гүлдеп келеді. Мінекей 2-3 күннен бұлардың бәрі де ашылады бұйырса. Деймін болып. Мынау анадағы түсірген гранаттарым менің. Июльдің шілденің басында түсіргенім. Менің қандай деймін болып үлкейіп қалған. 5 гранат. Ендігі жыл әрқайсысын бөлек-бөлек отырғызамын, Құдай қаласа. Осындай дейін болып өсіп келеді. Мынау менің клубникаларым. Клубникаларым бір рет берді жақсы қылып. Содан соң жабайы укроптар өсіп кетті үстеріне. Мен оларды алғаным жоқ. Бізде қатты ысы. Мүмкін көлеңке болып тұрса жақсы берер деп. Бұйырса білмеймін. Тағы да гүлдеу керек. Сіздер не ойлайсыздар? Клубниканың үстінде осындай қылып укроптың түскені, піскені, өскені дұрыс па? Дұрыс емес па? Айта жүріңіздер. Мен жалпы огородтан көп ештеңе білмеймін. Әйтеуір шамам келгенше интернеттен қарап өсірген болам. Осындай. Петрушкаларым кішкентай болып зорға өседі. Ал укроптарым мынау келдей өсіп кеткен. Мынау менің помидорларым. Биыл жақсы күшті беріп жатыр. Жақсы. Кеше қызылдарының бәрін алдық. Қолдан өскен, өзің өсірген помидорлар өте күшті, дәмді болады. Арасында баклажандарым бар. Баклажандарды теріп алып едік. Кеше көрсеткім келіп еді. Баклажанды теріп алдық. Көп болып өсіп жатыр. Мынау менің баклажандарым. Жапырақтар үлкен болып өседі екен. Бұлардың күшті. Жалпы бірдеңе өсіріп жүрген қызық. Көбіне жолдасым қарайды. Мен тек видеоға түсірем. Помидорлардың екі түрлі сорт. Бір жағында басқа. Андай күшті. Өстіп қызарып келді. Жалпы күшті көп болып өсіп жатыр. Бұлттар жақсы беріп жатыр менде помидорларым. Күшті. Арасында баклажандарым. Өсіп тұрған баклажандар жоқ па, ой? Да? Соны ашып қара сол жерде бар. Тап алдындағы. Мынау помидор ғой. Таппасам қонақ. Арасын ашып қара. Өсіп тұрғаны бар еді осы. Айнеки. Баклажан қызық болып. Баклажан.
помидорлар жақсы күшті беріп жатыр да. Тва. Нормально. Мынау менің болгарский. Так, мынау болгарский емес та. Мынандай перец сиродим да? Или мынау болгарский ма? Мен болгарский перец сирім кішкентай ғана. Түйіпке атайын екен. Жақсы бұл өсіп жатыр. Мынау менің андай ащы бұрыштарым. Острый. Болгарский перец. Ащы бұрыштарым. Жақсы өсіп жатыр бәрде. Жапырақтар әдейім болып. Перец. Бірнеше өсіп тұр екен мына жерде да? Болгарский перецтердің күшті өсіп жатыр екен. Қандай ол? Да? Бір-бірінің үстінде күшті өсіп жатыр екен да? Мына жақтарында. Әдемі. Мына жақтарында да шыпырлап шығып жатыр да бір. Құттағанда жерлерінде да? Мына ортасында да қара. Күшті. Бұл үстінде нелері. Незаметно. Жапырақ екен десе де, мынақтарында көп өсіп жатыр екен. Міне көріп тұрсың ба? Міне. Астарында көп мінеке. Кішкентай. Қызыққа алып өскен. Жақсы болып өсіп жатыр. Астық жақтарында да мінеке. Мен көрмей отырсам, көп екен болгарский перец. Күшті. Астарынан жапырақтың астында көрінбейді. Көрінбейді екен, күшті. Жақсы. Мынандай ащы бұрыштарым. Жалпы бірдеңе еккен өте қызық. Және өте дәмді болады екен. Өзімнің еккендерім. Так, тағы не қайда андай? Чай қайда? Мынау чай емес, мынау мята. Мынау мята күшті. Огурциларым что-то менің осыда қаптысыдан қурап қалды. Бәрі азда беріп жатыр. Өзімізге жарайды, 5-6 күніне аламыз. Тоже. Кішкене кеспей қалды огурциларымыз. Шығады все равно. Жон шығғанда кішкентай ғана егіп қойдық қызық үшін. Огурциларым осындай болып қурап қалды. Бірақ бәрі беріп жатыр. Суды күнде береміз сонда да. Біздің Маңғыстаудың қысысы вообще үстіне көлеңке керек екен. Помидорларым конкретно. Көп қалбекті қысты жақсы. Күшті. Ну, жабайы қарақат. Кішкентай кезімізде бәрін теріп жейтін едік осыны. Көп болып шықты. Интересно, осы жабайы қарақаттарды жеуге болады ма екен? Көп болып шыққан. Үлкен болып шықты. Мынау менің түйеқорам. Биыл ешқандай түйе ұстамағасын мал болмаған соң, іші деген шөптен толып өсіп кетті. Бұл менің түйеқорам. Ашылып болса ендігі жылдары түйе болады. Құдай қаласа.